Баршаңызға сәлем. Бүгін жусай мен жұмыртқадан чебуреки жасаудың рецептісімен бөлісемін. Алдымен қатты қамыр илеміз. Ол үшін ыдысқа ұн, жұмыртқа қосып, тұз салып, суымызды біртіндеп қоса отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырдың бетін орамалмен жауып, тынығуға 30-40 минутқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Табаға өсімдік майын құйып, май қызығаннан кейін жұмыртқаны араластыра отырып қуырамыз. Үш 300 грамм жусайды жуып тазалап, ұсақтап тураймыз. Ыдысқа туралған жусайды, қуырылған жұмыртқаны салып, қара бұрыш, тұз салып, өсімдік майын құйып араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырды 3-4 бөлікке бөліп, біреуін алып, екіге бөлеміз. Жайып аламыз. Қамырдың бір бөлігіне салманы салып, шеттерін жақсылап түйеміз. Табаға өсімдік майын құйып, май қызығаннан кейін чебурекиімізді салып, қуырып аламыз. Орташа отта қызарғанша екі жақтан да қуырып аламыз. Жұмыртқа мен жусайдан дайындалған чебурекиіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.